ел жұртқа өнеге көрсетейін деп, сол 2000 жылдан бастап ұлттық киім киемін. Маған еріп біраз азаматтар қазір ұлттық киімде киіп жүр. Мен ұлттық киімді ең бірінші дәріптеп, сол Абайдың 150 жылдан кейін ұлттық киімді кие бастадым. Бірақ ол кезде жұрт ұлттық киімге үйренбеген. Мен ұлттық киіммен көшеге шыққанымда маған бір қызық көріп қарайтын тұғын. Тойда мен тек ұлттық әңгімелерді айтамын. Халықтың дәстүрін, әдет ғұрпын, халықтың ортасына ұмытылып бара жатқан сөздерді, ұмытылып бара жатқан дәстүрлерді айтамын. Бір кісі бір прокурордың қызын алды. Прокурордың аты бар ғой, прокурордың қызын алды да, ертеңіне свадьба болып жатқанда, ана Тұрған деген құданың атын біледі де, Құдағайдың атын ұмытып қалған, қыздың шешесінің атын. Енді сол Тұрған менен сол Құдағайға сөз беру керек қой. Шешем маған жүгіріп келіп айтады: Серік аға, анау ұялып тұрмын, кеше ғана қызын алып, бүгін Құдағайдың атын ұмытып кеткенім ұялып болды, тамаданым. Енді соны шақырып берші маған. Құданың атын білесің бе десем, білемін дейді. Тұрған дейді. Сондай беріп жатқан сөзім ғой айналайын. Құрметті халық, ендігі сөзі мына Мейірбектің құдасы Тұрған мен сол кісінің қасында жатқан Құдайға сөз беремін деп жұрттың бәрі көп ете қалды да,